Баршаңызға сәлем, оқырмандарым. Оразаның 3-ші күнінде ауызашарға осындай денеге сіңімді жеңіл сорпаны салатпен бірге ұсынатын боламыз. Олай болса, ең бірінші сорпамызды дайындаймыз. Бисмилля деп қазанымызға үйдегі кез келген соғымның малдың етін саламыз. Үстінен сап-салқын краннан алынған суды құямыз толтырып. Егерде малдың қабыртқалары болса, тіпті жақсы. Және астын жоғарғы отта қойып бір қайнатамыз. Қарап отырамыз, қайнаған кезінде осындай алғашқы шыққан көбіктерін барлығын сүзіп аламыз. Оның ішінде енді етте жабысқан қылдары болсын, барлығы шығады. Барлығын қалдырмай осылай сүзіп аламыз. Одан кейін тағы да қайнауға қоямыз. Отымыздың астын жай басып, 1,5 сағаттай сорпамызды қайнататын боламыз. Осы кезде сорпамызға қосатын бір пиязымызды жұқалап, турап, дайындап қоямыз. Енді турап алған пиязымызды қайнап жатқан сорпамыздың үстіне құятын боламыз. Міне біздің сорпамыз жай бабымен қайнаған кезде өте мөлдір болып шығады. Және қайнату барысында 2 рет көбігін барлығын тазартып алып аламыз. Еті де өте жұмсақ болып піседі. Енді ішіне қосатын картопымызды тураймыз. Менде осындай орташа көлемде турадым. Әдемілік үшін осындай пышақпен турадым. Бұл қайнатпа сорпаға мен картоппен және сәбіз қосатын боламын. Егер сіздерге ұнап жатса, қалауыңызша бұрыштар, болгар бұрыштарын қоссаңыздар болады. Бір үлкен сәбізімізді де осылай орташа етіп, орташа бөліктерге бөліп алатын боламыз. Корей салатымыздан қалған сәбіздерді де осылай турап қосып жібердім. Енді осы картоп морковтарымызды қайнап жатқан сорпамызға саламыз. Тағы да астын басып, жай отта қайнататын боламыз. Осы кезде лабыр жапырағында қосуды ұмытпаңыздар, өзінің ерекше дәмін береді. Мен бұл жерде лабыр жапырағын қосуды ұмытып кеттім. Және осылай барлығын жай отта қайнатып алдым. Бабымен өте керемет, мен сорпасы мөлдіреп пісіп шықты. Үстіне аз көк қалауыңызша көк пиязбен ұсынсаңыздар болады. Асқазанға өте жеңіл, сіңімді ауызашар кезде. Баршаңызға ас болсын. Енді осы сорпамызбен қосып салатымызды дайындаймыз. Ешқандай майонезсіз осындай корей салатын дайындаймыз. Кәдімгі осындай корейлік үкіштен 3 дана үлкен 3 дана сәбізімізді өткізіп аламыз. Құрметті оқырмандарым, алдағы жаңа видеоларды өткізіп алмас үшін каналға тіркелмесеңіз тіркеліп, қоңыраушаның үстінен басуды ұмытпаңыздар. Және тағы да алда ауызашарға қандай рецепттерді көргіңіз келеді, пікірге қалдыра отырыңыздар, міндетті түрде оқитын боламын. Және осы видеоның дамуына көптеп үлестеріңізді қосып, достарыңызға, таныстарыңызға, WhatsApp группаларға және басқа да әлеуметтік желілерге поделиться етіп бөлісуді ұмытпаңыздар. Енді біз барлық сәбізімізді өткізіп алдық. 3 үлкен сәбізімізге 3 орташа осындай сарымсағымызды да ұсақ үкіштен өткізетін боламыз. Салатымыздың тұздығын дайындаймыз. Кішкене кесеге 1,5 ас қасық қант саламыз және жарты шай қасық тұз саламыз. Және тағы да 1 шай қасықты толтырмай кориандр қосамыз. Араластырамыз. Үстіне 3 ас қасық толтырмай сұйық майымызды қосамыз. Барлығын араластырып, енді сәбізімізге құямыз. Осы кезде 1 ас қасықты толтырмай 9% сірке су, яғни уксус қосуды да ұмытпаңыздар. Уксусты бөлек қоспай-ақ, бірден барлығын осы тұздығымен қосып араластырып қойсаңыздар да өте керемет болып шығады. Және қолымызбен басып алмай, тұздығы барлық жеріне жететіндей етіп араластырып, тоңазытқышқа 5-10 минутқа қойып қойсаңыздар өте керемет болады. Бірден де жей беруге болады. Міне салатымыз тоңазытқышта тұрды. Өзінің шырыны бөлініп, иісі де өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығыңызға ұнайтынына сенімдімін. Нағыз морковча корей салаты болып шықты.
Жалпы осы ауыз ашар кезде сорпа қайнатпа сорпалармен ұсынғанға өте керемет